Значит, төменнен алып отырға дейді да, жанынан қазақ та, жанынан қазақ. Жанынан қазақ барды, қауғаш жерді қиып отырды, аналарды шөлден өлтірген екен дейді. Солай бермей алған жерді. Сонда ол жерді қорғаған тегешін мылтық ата беруіміз ғой, немесе атқанын беруіміз. Олар бәрін есептейді ғой да, қолбасшылар, солдаттар, сардарлар. Батыр дейді ғой, Бекет ата. Бекет ата еш уақытта бүйтіп батыр болып жауынгерлердің арасын рух береді. Сосын сол рухтанған кезде мың адам болып көрінеді дейді ғой да. Сол ананың несінен жаңағы арыстан, жолбарыстар шайқан дейді. Сондай болып көрінеді екен, жауғасын көрінеді. Сосын бір жеріне балта алып шауып бүйтіп істемеген. Ол бүйтіп найзамен жауға шықпаған дейді ғой. Неге шыққанда Есет ата деген бар Ақтөбеде. Есет Көтібарұлы ғой. Иә, сол Есет атаның үлкен нағашысы екен, үлкен нағашысы екен. Содан бір жыл оларда бір сізден қыршақтар қалмақтармен соғысқан ғой. Соған соғысқанда шешесі қайтпайсың ба дейді, ұшып барады екен дейді, бекеттен ұшып барады. Ұшып барғанда ана кісінің төбесіне соғысқан жауға ақтап барады. Сонда ана кісінің төбесінде ана бұл. Енді қазір кейін мына атеистер болып алладан алсын дұғады. Сонда Алла тағала өзі бәрін
батырлар аллеясына барамыз. жаңа автобус айтып қойды.